Қоянның үйшігі. Орыс халық ертегісі. Орманда түлкі мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі ағаштан жасалған. Көктем келіп, күн жылынғанда түлкінің үйшігі бірден еріп кетеді. Далада тонып қалған түлкі қоянға келіп: «Қоян, қоян, мен сенің үйіне кіріп жылынып алайыншы», деп өтінеді. Аңқау қоян түлкіні аяп, оны үйшігіне кіргізеді. Жылынып алған түлкі қоянды үйінен қуып шығады. Қоян жылап, орман ішінде келе жатса, алдынан ит кездеседі. «Аф, аф, қоян, сен неге жылайсың?» «Жыламай қайтейін, түлкінің мұз үйшігі еріп, ол мені жылы ағаш үйімді тартып алды, ал мені далаға қуып жіберді». «Жылама, мен саған көмектесемін». Ит пен қоян үйшіктің жанына келеді. «Аф, аф, түлкі, шық кәне, қоянның үйшігін босат», деп үреді ит. «Қазір шықсам, жаман болады, быт-шытыңды шығарам», деді түлкі қорқытып. Бұл сөзді естіген ит қорқып, қаша жөнеледі. Қоян жылай-жылай орманда келе жатса, алдынан аю шығады. «Қоян-ау, не болды? Сонша неге жылайсың?» «Жыламай қайтейін, түлкінің мұз үйшігі еріп, ол мені жылы ағаш үйімді тартып алды, ал мені далаға қуып жіберді». «Жылама, мен оны қуып шығамын». «Жоқ, қуып шыға алмайсың, ит те қуып шыға алмады». «Көресің, қуып шығамын». Аю мен қоян үйшіктің алдына келеді. «Түлкі, шық, босат қоянның үйін», деп ақырады аю. «Қазір шықсам, жаман болады, быт-шытыңды шығарам», деп қорқытты түлкі. Аю қорқып, қашып кетеді. Амалы жоқ қоян жылап келе жатады. Алдынан әтеш шыға келеді. «Кукареку! Қоян, неге жылайсың?» деп сұрайды. «Жыламай қайтейін, түлкінің мұз үйшігі еріп, ол мені жылы ағаш үйімді тартып алды, ал мені далаға қуып жіберді». «Жылама, мен оны қазір қуып шығамын». «Жоқ, қуып шыға алмайсың, ит те қуды, қуа алмады, аю да қуды, қуа алмады, сен де қуа алмайсың». «Жүр, көрерсің, қуып шығамын». Екеуі үйшік жанына келеді. Әтеш аяқтарымен жер тебініп, қанаттарымен қағып, қатты дауыстайды. «Кукареку! Шөп шабамын, шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын, қоянның үйінен шықпаса, оны шөптей шабамын». Түлкі қорқып кетіп: «Аяқ киім киіп жатырмын», дейді. «Кукареку! Шөп шабамын, шөп шабамын, түлкіні іздеп табамын, қоянның үйінен шықпаса, оны шөптей шабамын», деп әтеш қайта әндете бастайды. Түлкі сасқалақтап: «Қазір, тонымды киіп жатырмын», дейді. Әтеш әнін 3-ші рет қайталай бастайды. Түлкінің зәресі ұшады. Ол үйшіктен шығып, қаша жөнеледі. Қоян ержүрек әтешке үлкен рахметін айтып, екеуі қоянның үйшігінде өмір сүреді.